Сәлем қыздар, бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын екі ғана жұмыртқадан жасалатын панкейктің рецептін ұсынамын. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаса соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойыңызды жазып кетіңіз. Алдымен құрғақ ыдысымызға екі жұмыртқамызды салып аламыз. Мен бұл жерде екі еселеп жасадым қыздар, бірақ описание бөліміне бір еселеп жасалған панкейктің рецептін жазып қоямын. Яғни жұмыртқамызға осындай құмшекерімізді салып шығамыз. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады, мен сияқты миксермен араластырсаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңызша. Құмшекеріміз толық еріп, массамыз екі есе ұлғаю керек. Осындай болады. Осының үстіне сүтімізді қосып, бір миксерлеп аламыз. Одан кейін ас қасықпен сұйық майымызды қосып, тағы да массамызды бір келкі етіп, миксердің немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қазақша каналдың дамуына үлесін қосамыз десеңіздер, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойыңызды жазып кетіңіз. Міне осындай болды. Енді осының үстіне разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышымызды және електен өткізілген ұнымызды саламыз. Қандай да бір тәтті түрлерін пісірсеңіз, онда міндетті түрде електен өткізгеніңіз дұрыс. Себебі сіздің пісіріп жатқан тәттіңіз әдемі пышный болып көтеріледі. Егер де електен өткізбей бірден сала салсаңыз, сіздің тәттіңіз көтерілмей өзінің массасын жоғалтып алуы мүмкін. Міне қызып тұрған табамызға біз панкейктерімізді осылай орналастырып аламыз. Газымызды жай отқа қойып, осылай панкейктерімізді екі жағын пісіріп аламыз. Мен екі еселеп жасағандықтан менің панкейктерім 80 штук шықты. Егер сізде бір еселеп жасасаңыз, 35-40 штук панкейктер шығады. Дәл осылай панкейк жасап, жақындарыңызды, бала-шағаңызды, жолдасыңызды қуантқыңыз келсе, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Көп қыздар менде дұрыс шықпайды, менде таразы жоқ деген сияқты өзінің пікірлерін айтып жатады. Сол себепті мен қыздарға таразыны қажет етпейтін, яғни стаканмен немесе кесемен, қасықпен өлшенетін осындай панкейктің рецептін осы видеоның описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Міне қыздар, бізде панкейктер осылай әдемі шығып жатыр. Менің балдарым қалай пісірдің, солай жеп, уже панкейкті тауысып жатыр. Міне қыздар, осындай панкейк шықты. Менде 80 штук панкейк. Сіздер түстен кейінгі шайға немесе азанғы шайға осылай істеп жақындарыңды қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.